Сәлем достар! Сәлем достар! Бізде бүгін Распаковка! Бүгін біздер киімдерді көрсететін боламыз мектепке. Сосын алдында біздер тойға бардық, сол кезде киген киімдеріміз. Енді Валихан сен Асланды мойынға сал. Сен Сабырды мойынға салмақ берсін. Ал кеттік. Мектепке алған киімдерін және де канцелярский товарларын бәрін распаковка жасайтын боламыз. Бұл киімдерді біз жан-жақтан жинап алдық. Шымкент, Алматы, Талдықорған барлық базарларға бардық. Біз Шымкентке не үшін бардық? Достарымыз алдында видеода Алматыға барғанымыз салдық қой. Сол жерден киінгенбіз. Алматыдан сосын Шымкентке шықтық. Шымкентте менің ауылым бар, сол жаққа барып тойға барып келдік. Фотолар бар, көрсетейін, иә? Тойда болдық. Сол кезде алған көйлектер қазір бәрін көрсететін боламыз. Мынау и мына үш фото бар. Бізден тойдан естеліктер. Тойға бардық. Сол кезде Шымкенттің торговый дом бар екен ғой, Дала Мол деген. Сол жерге барып киімдер алдық. Солардың бәрін қазір көрсететін боламыз. Қазір переходтар болады. Соңына дейін күтіңіздер. Барлық киімдерді киіп көрсететін боламыз. Қандай киім алдық? Солар қай жақтан алғанымыздың бәрін айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сендер айтыңдар, не айтасыңдар достарға? Достар, бірінші спортивкадан бастаңыз. Давай, спортивкадан бастағысы келіп тұр. Бізде розовый түс спортивка и розовый түс кроссовки алған. Давайте киіп көрсететін, иә? 1, 2, 3, қазір переход болады, күтіңіздер. Переход. Достар, бізде образымыз дайын. Розовый кроссовкалар мен розовый образдары дайын. Алихандікін апатасы туған күніне алып берген спортивкасы. Бізде бұл бірінші образымыз, қазір тағы да переходтар болады. Достар, біздер розовый қыздар өздері аламыз деп айтты. Потому что былтыр біздер қандай түс кидіңдер? Қара түс. Иә. Сор түс. Иә, сондықтан достар, осы жыл кішкене ерекше болайық деп розовый түста алмақшы екен, иә қыздар, иә? Аха, Давайте жақсы. қайта переход, секіреміз. Секірді қайтадан переход екіншідегі. Достар! Келесі образ. Дайын болды. Екінші образ. Ол мағи. Ол үшін біз Далмолдың Шымкентіне алдық. Иә, достар, бізде Вайкикиден, магазинден, бутиктен алған болатынбыз, достар. Достар, сосын бір айтып кететін жайт. Басқа жердің вайкикилеріне қараған кезде Шымкенттің вайкикилері өте арзан екен байқадықшы. Мысалы үшін мына футболкасын 2 теңгеге алдық, мынаны 5 теңгеге алдық. То же самое, сонда екеуін бірдей. Бізде көбінесе балық қыздардың киімдері бірдей келеді, себебі екеуін вкустар бірдей таңда қалады да, сосын жарайды деп алып бере береміз. Шымкенттіктер вообще күшті киімдер арзан екен, бізге ұнады. Талдықорғанда бізде бағалары қымбаттау, бірақ тоже выбор аз, бірақ Шымкентте выбор көп екен. Келесі образда, давайте переходпен кетеміз. Қайтыңыз, 1, 2, 3. Вау! Достар, келесі образымыз. Бұл көйлектерді біз тойға алдық. Қайда кидіңдер бұны? Біз бұны Алматыда Кенжеханға кидік. Кенжеханда алдық. Кенжехан. Шымкентте тойда киді. Осы екі көйлекті алдық. Алихан осы образда болды тойда. Достар, біз тойда киген Көйлек ба? бәрі бізге Мақтады, күшті екен деп, иә? Ұнады ма, достар, әр образға баға беріп кетсеңіздер болады, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Вот біз аяқ киімді Детский медан алдық, иә? детский меда Даламолда торговый центрден алдық. Бұны әрі көйлекпен киді, әрі мектепке алды. Мектепке осы немен баратын болады. Айналдар. Айналдар, қай көрсетіңдер полный образ. Вау! Әдемі. Ертең мектепке де іс-шара болған кезде кие береді. Бірақ рет тойға келді. Келесі образ. 1, 2, 3. Достар, бізде келесі образ, достар. Иә, достар. Біз форма алдық. Біз ол жақ Алматыдағы Кенжеханда сатып алдық. Сіздерге ұнай ма, или ұнамай ма? Маған ұнап тұр. Достар, мына жерде қарасаңыздар, бізде мына жерде қыздарға екі бірдей киімдер, фасон, иә. Ал тек қана айырмашылығы размерінде. Өздерінен осындай юбкалар бар.
одан кейін мынандай нелер бар киімдері бар. Осы образбен бұйыртса жаңа оқу жылын бастайтын болады. Достар, қыздарға енді өздеріне де киім ұнады, сондықтан осы киімді алды. Достар, қалай бағалап кетесіздер достар? Әдемі ма? Олай болса келесі образға секіреміз. Dostlar, енді біздің келесі опырымыз. Достар, Талдықорғанда кішкене суықтау, біз соны шалбармен киеміз, арасында юбка киіп тұрамыз. Достар, өткен күзі жылы болмайды. Сол үшін біз шалбар киеміз, арасында юбка киіп тұрамыз. Достар. Достар, бізде қыс мезгілі, күз мезгілі өте суық болады Талдықорған қаласында. Сондықтан бізде сразу юбкасымен бірге шалбар тағып аламыз достар. Ол қалыңдау, қыздар жаңадай күз мезгілінде де шығарамайтын болады достар. Сондықтан біз осындай аламыз образды бағалап кетіңіздер достар. Қандай екен? Достар, достар, бізге каналға тіркеліп, комментарий, лайк басып, комментарий жазып, бізбен бірге болыңыздар. Канцелярский заттар. Канцелярский. Достар, бірінші анандай кітап қаттайтын. Обложка кітап қаттайтын. Ол наклейка түрінде жүреді, міне. Қазір барлық осындай ладок, мына жерді ашып, кітапты ортаға қояды и қаптай салады. Любой кітапқа кете береді размермен. Осы бізге ұнайды, біз 3 жылдан бері осын қолданып жатырмыз. Сосын бізде нелер бар? Қайшы, қарындаш, ұштағыш көрсетсе қандай екен? Қандай ма? Бұлай ішінен ашиды да, Бұлай ішінен ашиды. Ашып көрейікші. Күшті екен. Ішіне жиналады екен ғой. Күшті екен. Былтырда осындай сияқты алған негізі. Мынау не мынау? Мынау үшіргіш. Достарына пенал. Пеналын көрсетші ашыққан. Шығандай екен. Достар, бізде жаңа айтқанымдай қарасаңшы, екеуі бірдей. Енді аттарын жас қою керек, мына жерде аты шатасады. Басқа расцветкалар болмады да біз алған жерде. Бірдей бала салды. Іші кең екен. Бар сияқты екен дапылик. Давай. Келесі мына екеуі күшті болды. Келесі не ол? Альбом. Сурет дәптер, Келесі? Күнделік. 40 парақ бар, достар. 40 парақ бар екен, Келесі. Ал енді мені айтады. Күнделік, достар. Достардан күнделік стандартын, бұрыннан келе жатқан өте жаңағыдай. Енді сен айтады. Кітапқа қоятын андай магнит. Көрсетші қалай қояды екен осыны. Мен бірінші рет көріп тұрмын. Қараңыздаршы мынаны. Необычный екен. Вот біреуін аламыз. И соны дәптерге де кітапқа да жабыстыра берсеңдер. Достар, яғни сен аяқталған бетте сен тоқтай үшін. Жазып бітті дейік, сосын қалай қоясың? Вот, бет қоясыздар да. И мынаны жабасыздар, нақтар шығып көрініп тұрады. тұрады қай бетте екенін, Қай бетте екенін достар, мен осыны ақпаратын жасап қойса болады екен достар, жаңада шыққан трендтегі заттар. Басқа түрі болған жоқ, осындай орамалда болды, сосын орамалда қыздар екеуін екі түрін таңдап алды, міне. Осындай тұрғаннан бар екен. Достар, енді біз карандашқа обзор жасаймыз. Давай, ашып қойсын. Достар, міне мына жақта ашып бастап, міне. Достар, мына жақта осындай коробка шығады, осыны ашамыз. Міне разноцветный карандаш. Түстер әдемі екен, Қазір сіз көрейікші кәді? Қалай сыздар екен? Түстер яркий. Түстер яркий екен. Достар, міне қараңыздар. Қайсысыны екен, жақсы екен. Өте сапалы екен достар. Несі қаламдарда бөлінеді, сапалы қалай. Достар, міне қараңыздар, осындай біз мынандай алдық. Көрініп тұрмысыздар міне достар. Әдемі екен. Келесі, Медина нені көрсетесің, келесі. Пластилин көрсетейік, Давай, достар, пластилинді обзор. Ашығайыз, қандай түсіру. Түстер қамы екен тоже. Бұны біз 350 теңгеге осындай алдық, өте арзан алдық. 6 түрлер бар. 6 түрі бар екен. Бізде пластилин көп қолданбайды, негізі краска дегендерші. Сосын біз кішкентай вариант ала салдық. Тағы не бар бізде?
Дәптер. Дәптер бізде обычный дәптерлер. Обычный дәптерлер. Мынау біреу математика үшеу. Біздер әлі неге көшкен жоқ балалар общий тетрадьқа. Пока осындай обычный дәптерлер. Мынау қаптағыштары. Размер келемі алдыға әйтеуір. Обычный. Қаптағыштары. Екеуіне 10-дан 20-дан ба? Сондай 20-сіне екен жетеді. Енді картон бумага. Міне осындай. Бізде қалың түрі де бар. Және де жұқа түрі де бар. Достар, мен қараңыздар, мына жерде жартысы жаңағыдай жұқа түрі, достар оның екі жағында. Ал жартысы достар қалың түрі. қалың. Енді мына жаққа обзор жасайға, Мадина бір нәрсе көрсетемін дейді. Ал Мадина. Достар, мынандай банкнот екі түрлі. На стич и на Капибара ма? Не капибара. Ішінде тек қана наклейка. О, достар, қараңыз. Мәссаған, достар. Қаншама көп. Достар, қараңыз, қаншама наклейка. Жазуға болады. Иә, жазуға. Жазуға болады екен. Қараң, наклейка көп ішінде. 300 теңгеге алдық біздер. Достар, қараңыздар, қаншама наклейка бар. Түрлері көп екен. 300 теңгеге алдық. Қараңыздар. Әр кітаптарға нелерге жабыстырғанға. Үшінеге өздері таңдап алып, мынау сезім. Сен ба? Мынау сезім. Келесімізде нелер? Кисточкалар. Разный қалдыма қараңыздар. Жіңішкесі бар, үлкені бар. Мынашынан қарсаңыз, үй баяғыда краскілейтін бар ғой. Бұның бағасы 800 теңгеге алдық. Достар, қараңыздар, 800 теңгеге біз оптовый ценамен алдық, достар. 10 штук 800 теңге. Сіздердің қалаларыңызда осындай қанша теңге тұрады, достар? Иә, бағасын жазып кетіңіздер. Сосын обычный краска. Кішкентайдан ала салдық біз, үлкені бар үйде еще. Көп қолданған жоқ, былтыр вообще қолданған жоқ, сол үшін кішкентайдан ала салдық. Сосын, давай. Достар, не? Линейка, иә? Сызғыш. Сызғыш. 5 теңге тұрады. Мынау 20 теңге шығар. 20 теңге тұрады. Мынау майсат просто жасын кетпейді сезімге осындай. Былтыр мынандай бар еді, сезім сындырып алды, сосын осындайын алды ғой. Сын кетпейді, маған осы шықты деп. Сосын бізде ручка. Бұл өшіретін ручка. Біздер бірінші сыныптан бастап сол осындай ручкамен жазып келе жатырмыз қыздар. Достар, сіздердің қалаларыңызда да осындай ручка сызуға бола ма? Достар, өшіретін ручка қолданасыздар ма? Апайларыңыз рұқсат бере ма? Бізде апайлар ұрыспайды, сол үшін қолданады. Қараңыздаршы. Иә, Күште осы ручка ұнайды да, жазады да, қате кетіп қалса өшіре салады. Осы ручка вообще бес қоямын. Біздің заманымызда бұндай ручкалар болған жоқ. Біздер вообще бүйтетінбіз. Қате кетіп қалса, мысалы үшін қате кетіп қалды ғой, жақша қалады тек та, жанына жазып кете беретін. Ал бұл қазіргілер тук өшіре салады да, қайтадан жаза салады. Иә, достар. Күшті екен мынада. Мен басында көрген таң қалған, мә қалай деп. Тастан қалмаймын, конечно. Бірақ вообще қазіргі балаларға повезло, короче. Иә, достар. Вообще күшті нәрсе. Ұнады. Сол достар біздің обзор. Тағы не қалды? Өшіргіш бар ма? Ашып көрсетші. Дәу екен, оны жоғалмайды жатыр. Ашайын ба? Ашып берейін. Қайшымен ашалай. Еще қайшымыз бар ғой біздің. Асып қояш. Асып қояқ. Клей алдық қыздарға. Неге? Еңбекке балуға. Сурет дәптер. Ашайын ба? Не болды, сезім қайсыз? Карандаштар. Карандаш бар. Сары түрі мен розы түрі бар достар. Болды, жүгіштайын болды. Достарына сезімгі наменка. Бізде қарасаңыздаршы нан. Екеуі розы болған, екеуі фиолетовый болған. Достар, мен қараңыз, осындай болып тұр екен. Бізде сондай басында мынаның розовый фиолетовый болған жоқ, сарысы болды, сол үшін мынандай сары түсін алдым. Достар, менікі сызғыш. Міне қаламың розовый, саған дейді. Сары, мындай қарасаңыздаршы. Сары, фиолетовый болып. Пацет болған. Мединаның күйші қарсақ, розовый. Бәрі розовый алған ғой. Міне екі сары. Достар, осымен біздің обзор аяқталды. Достар, сіздер мектепке дайынсыздар ма? Барлық затты алып үлгердіңіздер ма? Біздер кеш алдық, августтың аяғында. Осы кеше ғана барып алып келдік заттарды. Сіздерге сразу обзор түсіріп жатырмыз. Достар, бізге тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздер қай қаладан боласыздар және сіздердің заттарыңызға қанша теңге кетті? Бізге примерно 100 мыңнан аса кетті.
2 балаға общий. Еще біздер бір киімнен алдық, ауыстырғанға әлі алған жоқпыз. Потом аламыз деп сосын қалдырдық. Уақыт болған жоқ біз алуға. Соның өзі 100 мың теңгеге кетіп қалды примерно. Достар, осымен біздің видео аяқталды. Келесі видеоны күтіңіздер. Видеоның соңына дейін қарап бізге қолдау көрсетіп кетіңіздер. Қош сау болыңыздар!